Ассалаумағалейкум арнамыздың құрметті көрермендері. Егер видеороликтан толығырақ мәлімет алуды қаласаңыз, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бір дана лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда бастадық. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту педагогтерінің жалақысы өсуі мүмкін. Бұл туралы ашық НК порталында жарияланған үкімет қаулысының жобасына жазылған деп хабарлайды alashrainasi.kz тілшісі Қазақпаратқа сілтеме жасап. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту педагогтерінің лауазымды айлық мөлшері мына түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады. 2023 жылғы қыркүйектен бастап 1,3 мөлшерде делінген құжатта. Қаулы жобасына қосымша берілген түсіндірмелерде жазылғандай, педагогтердің жалақысын көтеру аталған саланы таңдайтын жастар қатарының көбеюіне және мұғалімнің беделін арттыруға ықпал етпек. Жобаның мақсаты педагогтың өмір сүру жағдайларын жақсарту және оның әлеуметтік мәртебесін арттыру, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту білімнің беделі. Нәтижесінде педагог мамандығы педагогикалық қызметтер нарығында сұранысқа ие мамандықтардың біріне айналады делінген түсіндірмеде берілген үкімет қаулысында. Құжат 5 мамырға дейін көпшілік талқылауында болады. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар.